Assalamu алейкум. Құрметті мұсылман қауым, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге жыртыс туралы айтпақпын. Жыртыс дегенде біз қайтыс болған жаназада, кісі қайтыс болған жаназада тарататын мата, кісі қайтыс болғанда тарататын жыртыс деп ойлаймыз. Ал негізінде жыртыс ол тек қана кісі қайтыс болғанда емес, біздің салт дәстүрімізде бар нәрсе. Жыртыс деген, мысалға, бір үйге келін түссе, сол келіннің, яғни қоржын ашар дейді, сандық ашар дейді. Сол салт дәстүрде сондай әдет бар. Яғни оны әйелдер сол сандықты ортаға алып, ашып, ішіндегі матаны алып, сол бірден өздеріне керектісін жыртып алады екен. Ол дегеніміз өздеріне жұғысты болсын, бізде келін түсірейік деген. Болмаса, әлі күйеуге шықпаған қыздар болса, бізге де жұғысты болсын деген мағынада. Енді бізде де мына шариғатта жыртыс деген нәрсе негізінде жоқ, ал бірақ біз оны салт дәстүр деп алсақ болады. Яғни жыртыс дегенге мүлдем патуа бойынша тиым салмайды, ал бірақ жыртысында өзінің әдебі бар. Жыртысты, мысалға, үлкен кісі, үлкен ақсақал қайтыс болатын болса, сол кезде жаназа шығардың алдында таратады. Ал ол, егер жас болатын болса, қайтыс болған бола, ал ол мүлдем жыртыс, оған таратуға болмайды. Өйткені, біз үлкен кісі қайтыс болып, 90-ға, 100-ге келген кісі қайтыс болып, жыртыс таратын болса, онда ол жарасады. Өйткені, бізде солған жасына жетейік. Яғни, болмаса, тағы да айтатын нәрсе, ол жаңағыдай ауызбен кеткен жаңа қарыз сөздер, сөз қарыз болып қалып жатса, сондай көріш көлемге туған туыстарына содан тәбәрік ретінде беріп, және де солмен кешірім тілеп, Аллаға сол қайтыс болған кісіге, қайтыс болған үлкен ақсақалға артынан дұға қылу. Сол үшін, құрметті мұсылман қауым, жыртысты әрқашан шатастырмайық, және де жас кеткен 80-ге жетпей қайтыс болғандар болса, онда жыртыс таратудың керегі жоқ. Жыртысты үлкендерге таратады. Және де ол мысалға алатын болсақ, Құранды да біз тек қана кісі қайтыс болғанда оқу деп түсінеміз. Құранды қарызға батқан кезде, қиындықтардан құтылғыңыз келсе, рахатқа бөленгіңіз келсе, демалғыңыз келсе, қуанышта да, Алланы еске алғанда, кез келген уақытта, мұқтажыңызды Құдайдан сұрағаннан кейін, сол үшін сол сияқты, жыртыста сол сияқты, тек қана кісі қайтыс болғанда емес, біздің келін түсірген үйде сондай тарата алады екен. Ол біздің салтымыз. Әрине, бұл шариғатта бар деп, болмаса фарыз деп айтып шатаспайық. Құрметті мұсылман қауым, бұл шариғаттың мақұлдаған ішінде салт дәстүрлері бар. Құдай қаласа, тағы да бір каналымда осы салт дәстүр туралы толық айтып өтемін. Каналға тіркеліңіздер, жоғары бармақты басып қойыңыздар. Алла сіздерден разы болсын. Қандай көкейлеріңізде сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазып отырыңыздар. Біз келесі видеоға кездескенше. Тағы да айтып өтерім, осы Құдай қаласа, бұл осы каналым даму үшін каналыма тіркеліп қоя беріңіздер. Құдай қаласа, алдағы уақыттарда тек қана исламның төңірегінде ғана емес, кеңірек, каналымды кеңірек айтқым келіп отыр. Және де өзімнің де мынау өзім ашық болғанды жақсы көрем, және де мынау өзімнің өмірімнен үзінділерді де Құдай қаласа каналыма салып отырам. Сіздерге қызықты болу үшін. Тағы да қандай сұрақтарыңыз бар, кез келген сұрақты комментарияға жазыңыздар. Қандай нәрселерді түсіруге болады, қандай нәрселер көкейіңізде сұрақтар жүр, соны жазыңыздар. Алла сіздерден разы болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Bir көш кетіп барады, көсемі көп. Тұлпараз бұл көштің есегі көп. Қанағатсыз, тойымсыз пәспенделер. Аларың көп, қайтейін есебің жоқ.